Сәлеметсіздер ме балалар? Тақта бойынша, тақтада берілген топтар бойынша 3 топқа бөліндік қой. Енді біз бүгінгі сабақты бастамастан бұрын біз психологиялық ахуал өткізейік, яғни әрқайсымыз бір-бірлеп тұрып, экрандағы бір-бір суреттен басып көреміз. Яғни оның артында сөздер сіздерге арналған сөйлемдер шығады. Жақсы ма? Ең бірінші топтан бастайық, келе қоямын. Бүгінгі сабақта біз өзімізді қалай ұстаймыз, және де қандай? Басайын. Менің зейінім өткір қабылдауым өте жоғары. Менің зейінім өткір, және де қабылдауым өте жоғары. Жақсы, бүгінгі сабаққа сіздер осындай келе қоймаңдар. Тез. Мен кез келген қиын тақырыпты оңай түсінемін. Жақсы. Келесі топтардан келе қояйын, түсіне ғой. Кез келген баса өсем болады, е? Менің білім алуға деген қабілетім шексіз. Шексіз екен. Жарайды, келе қояйын. Мен өз мақсаттарыма жетуге лайықтымын. Лайықты екенсің. Жақсы, келе салмаңызсың. Ал кесен балалар келе қойып, сонымен өздеріне керекті бүгінгі сабақты қандай көңіл-күйден қандай? Әрбір оқылған бет мені арманыма жақындатады. Жақындатады, иә. Яғни сендер әрбір оқылған бет келе қояйық. Келесі топтан. Менің еңбегім міндетті түрде жемісін береді. Жақсы, отыра ғой. Келесі. Келе ғой. Кім? Айшбек. Жақсы, үшінші топтан енді бір оқушы шықсын, сосын біз өзімізге арналған Менің еске сақтау қабілетім күн сайын жақсарып келеді. Жақсарып келеді. Бүгінгі сабақта одан да жақсарады деген үміттеміз. Ал әлі де келе ғой. Менің зейінім өткір қабылдауым өте жоғары. Жақсы, отыра қойып. Жақсы балалар, мен ойлаймын бүгінгі сабақта сендер осындай бір көңіл күйге, осындай бір қалыпта өткіземіз деген ойдамын. Жақсы, олай болса оқулықтарымызды, дәптерлерімізді ашайық. Бүгін біз өткен сабақта қандай тақырып өттік? Төрсіз және ай мен күн тақырыбын өткен болатынбыз, иә? Қазір біз сол тақырыптарды қайталау бойынша тапсырмалар жауап бере қойып. Бірінші бізде квиз болады, балалар. Сол квиздің сұрақтарына жауап береміз, иә? Ал қол көтереміз, содан кейін жауап берейік, иә? Бірінші сұрақ: жер өз білігінен қай бағытта айналады? Біз білеміз, иә? Жер айналып тұрады. Жер айналып тұрады, ол Қай бағытта айналады? Сағат тілімен бағыттас, батыстан шығысқа қарай, сағат тілінен қарама-қарсы. сағат тілінен қарама-қарсы. Жақсы, қарама-қарсы бағытта белгілеп көрейік. Жақсы, дұрыс айтасыңдар. Келесі сұрақ: қол көтерейік, сосын жауап береміз, жақсы ма? Ай күнді толық жапқан кезде жердегі түнек шамамен қанша уақытқа жалғасады? Ал Мирас келе ғой. Өзің белгілей ғой, тез. Ай күнді толық жапқан кезде 1-2 минуттан кейін. Солай ма балалар? 7 минут. 7 минут кел, белгілей ғой. 7 минуттан кейін. Қазір балалар дұрыс жауабын бірге көрейік. Иә, 7 минут екен, иә? Біз өткен сабақта айтқан болатын. Жақсы, төл сөз дегеніміз не? Ал енді осының анықтамасын ал Айша. Кел, өзің белгілей ғой. Төл сөз дегеніміз не еді? Оқи ғой. Сөйлеушінің өз сөзінің ішінде біреудің айтқан сөзін еш өзгертусіз айтуы екен. Ал енді сендерге автор сөзінің анықтамасы. Сіздерден автор сөзінің анықтамасы біз өткен сабақта осыда айтқан болдыңыз. Автор сөзі.
Kene. Qol ko'tarib javob bera qo'ying. Ayşe javob berdi hocam. Kelesi. Kel. Ayhanım kele qo'y. Аты сөзінің анықтамасы қандай? Сөйлеуші өз сөзінің ішінде басқаның сөзін өзгертіп, жалпы мазмұнын ғана сақтап айтуы, төл сөзді де, төлеу сөзді де жеткізіп оған түсінік берді? Жоқ, солай ма еді? Автор сөзі қалай балалар? Ал Мирас? Соңғысы. Келе ғой. Төл сөздің төлеу сөзді жеткізіп оған түсінік беру, яғни сөйлеуші адам, иә? Соны біз автор сөз дейміз. Балалар жақсы ескеріңде сақтаңыздар осы нәрсені. Сөйлемнің ішінен автор сөзін табыңыз. Енді сіздерге мысал беріп тұр. Сол мысалдың ішінде автор сөзін. Ал әлемді қол көтеріп, оған келе ғой. Автор сөзі, иә. Иә, бұл жерде автор сөзін белгілей ғой. Жақсы. Дина бір сөзінде деген сөздер. Жарайсыңдар балалар, сендер тапсырмаларды орындарыңдар. Әлбетте кейбір жерлерде ұмытқан кездер болды, бірақ соның өзінде тапсырмаларды орындап шықтыңдар деп ойлаймын. Енді бізде балалар келесі сабақты болжау мақсатында біз қазір осындай бір көзілдірікті кию арқылы келесі сабаққа болжау жасаймыз. Сол үшін маған бұл көзілдірікті кию вақты кімге бұйыратындығын біз осындай бір шеңбермен таңдайтын боламыз, иә? Қазір шеңбердің ішінде барлықтардың есімдерің бар. Сол шеңберде кімнің есімі шығады? Әлинұр дейді. Әлинұр, келе ғой, Әлинұр. Келе ғой. Ана көзілдірікті киіп, қазір біз бір жаққа саяхат жасайық. Бірақ ол қай жақ екен, және де бүгінгі тақырып немен байланысты болады екен. Осылай болады екен, иә? Көріп тұрсың ба бірдеңе? Енді ғарышқа саяхат жасайық. Енді алға қарай жүре бер. Жоқ, осылайынан алға қарай. Балалар қалғанымыз экранда назар аударайық. Міне кетті, иә? Енді алдын қарай ғой. Біз қай жақта, және де қай жерде жүрміз, балалар? Меркурий. Ғарышта. Ғарышта. Тағы да не көріп тұрсыз, Әлинұр? Жер, күн. Жақсы. Иә, бұл бізде жаңадан технологиялардың дамыған кезеңдегі пайда болған осындай VR очки. Біз осы арқылы осы ғарышта жүрген сияқты көре алады екенбіз. Не көріп тұрмыз? Жерді. Жер әлемінде. Жақсы. Көзілдірігімізді шешіп қойайық. Сонымен балалар, сендер қалай ойлайсыңдар? Енді бүгінгі сабақ немен байланысты болуы мүмкін? Ғарышпен. Тағы да немен байланысты болуы мүмкін? Кіммен айтсын? Тағы да? Аспан. Иә, аспанмен байланысты болуы мүмкін. Яғни бүгінгі сабақ сол аспанмен байланысты. Көк аспан деп айтылатын тақырып бізде. Олай болса, 115-ші оқулықтан 115-ші бетті ашайық. Көк аспан тақырыпты жазып қояйық. Көк аспан.
Жаздық па балалар? Иә. Көк аспан бүгінгі біздің тақырыбымыз. Балалар енді осы сабаққа, осы тақырыпқа қандай мақсат қоюымыз мүмкін? Бүгінгі сабақтың мақсаты қандай болуы мүмкін, балалар? Аспанды зерттейміз ба? Тағы да? Аспан планеталарды білеміз. Жақсы, тағы да? Аспан неше түрлі нелер бір хабарламалар. Бөлінген неліктен көк аспан көк. Жақсы, міне бүгінгі сабақтың тақырыбы оқылым және тыңдау материалдары бойынша негізгі ақпаратты сақтай отырып жинақы мәтін жазу, және де төл және төлеу сөз, автор сөздерін жазу жолдарын қызметін білу. Сонымен біз өткен сабақтарда төл сөз, төлеу сөз, автор сөзінің өткен болатынбыз, иә? Олар не екендігін, және де олар қалай жасалатындығын. Жақсы, балалар, біз онда сабаққа кіріспестен бұрын мен сендерге осындай топтың аттарын таратқым келіп тұр. 3 топ болғаннан кейін 3 топтың атауы. Бірінші топ күн сәулесі, екінші топ қыран тобы, және де үшінші топқа көк аспан тобын таратамын. Сіздердің атауларыңыз. Енді әр топтан бір топ басшы, бірінші топта Динас, екінші топқа бізде Әлібиге, және де үшінші топқа Мансұрға бағалау парақтарын беремін. Яғни балалар сендердің әрбір тапсырмаларың, сендердің әрбір жасап жатқан жұмыстарын бағаланып, балдарын қойылып отырады, жақсы ма? Сондықтан да не ойлаймын, топ басшылар жақсы бағалайды деп. Енді кезекте балалар бізде осы аптаның дәйек сөзі бар. Ол біздің дәйек сөзіміз еңбек, қуаныш, жалқаулық, айырылмас азап дейді. Яғни балалар білесіңдер, иә, еңбектенген адам әрқашанда қуанышқа бөленетіндігін, және еңбекпен олар жеңіске жететіндігін білесіңдер, иә. Ал егер жалқаулыққа біз бет бұрсақ, жалқаулықты ұстанатын болсақ, ол бізде неге әкеледі дейді? Айырылмас азапқа. Яғни жалқаулық бізде дос болмайды екен, иә. Сендер білесіңдер ме, осы сәуір айы ғой, осы аспан денелерімен байланысты, көк аспанымызбен байланысты, осы айда бір мамандықтың, осындай бір еңбек адамдарының мерекесі бар. Ол бізде ғарышкерлер мерекесі, иә, ғарышкерлердің күні бар екен. Яғни біздің ғарышкерлер осындай бір еңбектердің арасында, арқасында, зерттеулердің арқасында осындай бір ғарышқа шығып, ең алғаш аспан денелерін, аспанды зерттей бастаған екен. Жақсы балалар. Олай болса, қазір экранға назар аударайық. Аспан неге көгілдір болады? Себебі күн сәулесі ауа қабаты арқылы өткенде өзінің жарығын жоғалтады. Жарық түрлі түстерден тұрады деп айтқан екен Исаак Ньютон. Мен аспанды телескоп арқылы бақыладым деп айтқан екен Галилео Галилей. Ауа деген не өзі? Ауа жерді қоршап тұрған көзге көрінбейтін газдардың қоспасы. Ал жел дегеніміз не екен осы? Қозғалатын ауаны жел деп атайды. Неге кейде аспан қызыл болып көрінеді? Егер ауада шаң мен түтін көп болса, астіне қызыл болып көрінеді. Михаил Ломоносов былай деп айтқан екен: табиғат құбылыстарын зерттеу өте маңызды. Қызық екен, демек ауа біз үшін өте маңызды ғой? Иә, ауа барлық тіршіліктеріне тыныс алу үшін қажет. Кеш батты, үйге қайтайық, Қали. Иә, Айдана, бүгін керемет күн болды, солай ма? Ертең тағы ойнаймыз ба? Әрине, достым. Жақсы.
Сонымен балалар, видео, яғни бейнебаян не туралы болды? Аспан денелері, аспанның не себептен көп түспейтіндігі, яғни аспанның өзінің құпиялары туралы болды. Жақсы, ендігі кезекте сендерге топтық тапсырмаларды қаратайын. Бірінші топ, және екінші, және үшінші топ. Балалар, бірінші топқа аспан түсі неге көп мәтінде? Соны өздеріңнің жаңа естіген бойынша түсінгендерді жазасыздар. Не себептен аспанның түсі көк деді, соны жазамыз. Топпен ақылдасып отырып. Екінші топ сіздерге тапсырма. Жер, яғни сіздерге сөйлем берілді, 4 сөйлем, соның ішінде 4 сөз, автор сөзін анықтап, қастарына жазасыздар, жақсы ма? Қайсысы автор сөзді, астын сызып, қайсысы 4 сөз екендігін анықтап бересіздер. Ал үшінші топ сіздерге тыныс белгілер берілді. Сол тыныс белгілер бойынша сіздер мысалдар жазасыздар, яғни тырнақша тұрса білеміз ғой. Тырнақшаның ішіне не жазу керек екен, қос нүктеден кейін қандай сөздер жазу керек екен. Соны қазір 3 сөйлем ретінде топпен ақылдасып отырып тез-тез жаза қоямыз. Топпен ақылдасып, ой қосып бірге жазамыз. Топтастар, топта оқушылар қалай қатысып отыр, соны бағалап отырыңыздар. Сіздерге бағалау парағында берілген. Бірінші тапсырма неше балмен, екінші тапсырма қанша балмен бағаланады. Күн сәулесі атмосферада түсін жоғалтады. Тақтада дисплектор тұр, соған байланысты бағалау жүреді, соны ескеріңдер болған. Dürüst, yani bilgilerin boyunca en zor biliyoruz. Ya, sonra bir minut vaqtlarınız kaldı ballar. Oldu, dayısınızlar mı? Жақсы, бірінші топ аяқ тапты бізде. Екінші топ дайынсыздар ғой? Жақсы, үшінші топ сіздерде? Ал аяқтаймыз сіздерде. 30 секунд уақыттарыңыз қалды. Жақсы, олай болса, бірінші топ дайын болыпты бізде. Бірінші топ күн сәулесі тобы. Бізде сіздерге сұрақ болған, не себептен аспанымыз бізде көк деген? Ал бізде бейнебаянда не түсіндік? Ал әуелі жауап беремін дейді. Салайық болар. Күн сәулесі атмосферада түсін жоғалтады. Түсін жоғалтады. Яғни сол арқылы ол бізге қалай көрінеді? Қандай түс көп көрінеді? Көк түсті болып көрінеді екен. Жақсы. Келесі екінші топ сіздерге берген тапсырма.
Автор төл Төл сөз, төлеу сөзді анықтау болған болатын. Жақсы, сендерге балалар қазір экранға көрсетейін. Бұл кісілерде қандай сөйлемдер болғандығын. Жақсы, ал бірінші сөйлемді оқи ғой, Сәния. жерді ауа қабылдар көздері қошақты Дейді ғалымдар. Бұл жерде. дейді ғалымдар, ол автор сөз. Алтын ақшаның ішінде? Төл. Төл сөз, иә? Төл сөзді жауап береді. Жақсы, екінші сөйлем. Екінші сөйлемді оқи ғой. Ол жерді суықтан, зәңгі сәулелерден және ғарыш тастары метеориттерден қорғайтындығын айтқан дейді. Жарайды. Ал осы жерде қайсысы бізде? Ал Төлеу. бұл төлеу сөзі дұрыс айтасың. Иә, қорғайтындығын айтқан. Ал үшінші сөйлем? Зерттеушілер осыған байланысты атмосфераны ауа мұхиты деп те атауға болады дейді. Зерттеушілер осыған байланысты ол автор сөзі. Тырнақшадағы ол төл сөз. Соңында дейді деген бар. Ол да автор сөз. Автор сөз, иә, оны ұмытпаймыз. Жақсы. Ал енді төртінші сөйлем. Арман өз сөзінде ауа жерді қоршап тұрған көзге көрінбейтін газдардың қоспасы деді. Арман өз сөзінде деді, ол автор сөздер, ал ауа жерді қоршап тұрған көзге көрінбейтін газдардың қоспасы ол төл сөз. Төл сөзі, жақсы. Келесі, жарайсыңдар екінші топ. Үшінші топ, иә, сіздерде. Ал келесі бізде екінші көк аспан тобы. Сіздерге сөйлем құралды. Қанат сабаққа кешігіп келемін, деді. Әли балаларға ертең наурыз болады, дайындалыңдар, деп ескертті. Асхат былай деді, ескі ай кетіп жаңа ай келеді, оны өлара деп атайды деді. Өлара. Жақсы. Яғни сендерде осы берілген тыныс белгілері бойынша сөйлем құралды, иә, төл сөз, автор сөзі барлығы берілген болатын. Жарайсыңдар балалар, топ басшылары топтарыңызды бір бағалап, бірінші тапсырмаға балаларды қойып қойыңыздар. Жас қойыңыз қасына. Қасына сызып қойып қоя беріңіз. Жақсы ма? Балалар енді барлығымыз бір орнымыздан тұрайықшы. Барлығымыз орнымыздан тұрайық. Ойымызды сергітіп бастайық, иә? Экранға назар аударып, қимылдарды қайталайық. Белсенді түрде. Ал соғай, ені сықсақ болады екен. Арабаны сықсақ болғандарда. Көк аспан тақырыбымен қоса, біз өткендегі айтқандай төл сөз, автор сөзі, төлеу сөзі, тілдік бағдарлар болды. Енді олар қараңдаршы балалар, сөйлемде келген кезде әртүрлі орындарда келеді екен. Соған байланысты бүгін біз тапсырмалар орындап, соған байланысты біз ережемен таныс боламыз. Ең бірінші, төл сөз бен автор сөзі өзара төрт түрлі тәртіппен орналасады екен. Назар аударайық. Бірінші тәртіп, ол қалай? Төл сөз автор сөзінен бұрын тұрады. Яғни, мысалы, ата-бабамыз ауа райының ерекшелігіне қарай жылда 4 маусымға бөлген деді айдана. Яғни, бұл жерде автор сөзі қайсысы балалар? Деді айдана. Көріп тұрғандарыңдай, айдана бізде соңында, деді айдана деген сөз, ол бізде соңында келіп тұр, иә? Төл сөз алдыңғы кезде келіп тұр, иә, сөйлемнің басында. Келесі орын тәртібі бізде орналасу. Төл сөз автор сөзінен кейін орналасады. Мысалды оқи қойшы, Мирас, екіншінің.
асхат былай деді: ескі ай кетіп, жаңа ай келетін уақыт өлара деп аталады. Өлара деп аталады. Жақсы. Бұл жерде автор сөзі қайсысы еді мирас? Автор сөзі асхат былай деді. Асхат былай деді. Иә. Жақсы. Бұл жерде көріп тұрғандай балалар. Төл сөз кейін келіп тұр автор сөзінен кейін. Иә? Яғни сөйлемде де, біз диалог кезінде де, осылайынан жазу кезінде де назар аударайық, иә? Орын тәртіптері қандай екендігін. Үшінші бізде төл сөз автор сөзінің арасында орналасады балалар. Осындайда бір орын тәртібі бар екен. Оны қазір маған Мадияр оқып берсінші мысалы. Асылбекке өз ортаға салып, бұл кездері ауа райында өзгерістер деп есептеп күннің суытуын күткен деді. Күткен деді. Иә? Яғни балалар, бұл жерде қараңдар. Асылбек те өз ортаға салып, бұл кездері ауа райында өзгерістер деп есептеп күннің суытуын күткен деді. Бұл жерде автор сөзі қай жерде, Мансұр? Асылбек те өз ортаға салып деді. Деді, иә. Бұл жерде білесіңдер, автор сөзі басында және де соңында келіп тұр. Төл сөз ортада келіп тұр екен. Ал енді төл сөз автор сөзінің арасында орналасады дейді. Ондайды қараңдар енді. Осы мысалды маған жібек оқың қойшы дауыстап. Түнгі мал күзетінде жүретін көшпенділер аспандағы ай мен жұлдыздардың орналасуына қарап ауа райын болжаған. Болжаған, да, төл сөзді. Ал ортасындағы біздегі еді Аружан ол автор сөзі, иә. Яғни көріп тұрсыңдар, төл сөз бізде екі жақ, яғни бас кезінде және де соңғы кезінде келіп, ортада автор сөзі ортада қалуы керек. Ал енді балалар, осы мысалдарға өз мысалымызды айтайықшы. Қанекей, осы орналасу бойынша бір мысалдан айтып көрейік. Кім дайын? Кім айта алады? Надия. Осы қыз өте әдемі деді жібек. Деді жібек, иә. Бұл жерде орын тәртібі бойынша қалай келіп тұр? Автор сөзі қай жерде келіп тұр? Соңында. Соңында келіп тұр, жарайсың. Тағы да бір мысал айтайық балалар. Үстіне жамал. Мен мектепке бармаймын деді Айғаным. Мен мектепке бармаймын деді Айғаным. Яғни деді Айғаным ол бізде Автор сөзі. Автор сөзі. Жақсы. Ал Арuna, сенде қандай мысал? Мен сабаққа қатыспаймын, деді Мержан. Деді Мержан. Балалар сұрағыз бірден айтып Деді отырайық. Мержан автордың сөзі. Автор сөзі ол қай жерде келіп тұр? Сонда. Соңынан келіп тұр, төл сөзден кейін келіп тұр. Ал Мансұр, өзің бір мысал айта ғой. Мен тақтаны сүрттім деді Раяна. Деді Раяна. Бұл жерде Деді Раяна автор сөзі. автор сөзі. Жақсы балалар, жарайсыңдар. Жарайсыңдар, иә? Яғни біз өзіміздің төл автор сөзі, төл сөздің орын тәртібі қалай болатындығын, қанша жолмен жасалатындығын көрген болатынбыз, иә? Қазір балалар, сендердің экранда назар аударайық. Назар аударайық. Бұл жерде балалар бірінші топ жұптық жұмыс, бірінші топ сіздерде бірінші сөйлемдер міне, екі сөйлем айлы түнде деп басталады, иә? Сол сөйлемдерді берілген сөйлемдер автор сөзін, төл сөзінің алдына қойып түрлендірді. Яғни сендер автор сөзін алдына қойып жазасыздар, иә? Түрлендіріп. Екінші топ сіздерге тапсырма. Берілген сөйлемдерде төл сөзді автор сөзінің алдына қойып, яғни бұл жерде төл сөзді автор сөзінің алдына шығарасыздар. Иә? Түрлендіріп жазасыздар. Яғни үшінші топ сіздерге тапсырма. Берілген сөйлемдерде төл сөзді автор сөзінің ортасына қойып түрлендірді. Жаңа біз көрдік қой мысалда қалай болғандығын. Сол сияқты тек осы берілген сөйлемдерді солайынан орын тәртібімен өзгертіп жаза қоямыз. Жақсы ма? Қаламдарымызды алып, дәптерімізді ашып, тапсырманы орындайық. Жұппен, иә, қасымызда отқан жұптар. Түсініксің болады?
Iya, topşırma. Yani sender ne isteysinler? Автор сөзі төл сөздің алдына қойасың. Менде дейміз автор сөз таныстар болады ма? Сосын қалай да оны түрлендіруге, қалай да алдына қойамыз. Сіздерде? Төл сөздерді автор сөздің алдына қоясыңыз. Яғни автор сөздің кейін. Автор сөзін ең бірінші тауып аламыз. Сосын автор сөзін соңына шығып түрлендіреміз. Сіздерге яғни сіздерге берілген сөздердің төл сөздің ортасынан қойылған. Және көрдіңдер ғой, яғни төл сөз, автор сөз, төл сөз. Осы сөйлеміз. Есім жасылы деп аталындығын айтқан. Жақсы, балалар. Жақсы, бір-бірімен ақылдасып, қалайда түрлендіруге болады, қалайда сендер оны орын тапқыдерін ауыстыра беріңдер болмайды. Бірге сөйлесіп орындар болады. Сұрақтары бар ма балалар? Бәлкім бір жерлерде қиналып тұрған шығарсыңдар, түсінбеген кездері бар шығар. Иә, сұраңдар, қысылмай сұрап, білмеген жерлерді айтып, ескертіп, көрсетіп жібереміз. Кім болды? Болдым деп, иә, қолымызды көтерейік. Аяқтаған болды. Кім болды? Қол көтерейік. Жақсы. Қазір қалғандар айтқызын. Жақсы, екінші топ мүшелері бізде жылдам аяқтады. Балалар тездетейік. 30 секунд уақыттарыңыз қалды. Екі сөйлемді, әрқайсыларыңызды екі сөйлемді түрлендіріп, түрлі бағытта жазып беруге. Сау болыңыз. Болдық па? Жақсы. Бізде бірінші болған әліби қолды көтеріп жауап бере ғой. Алды. Айта ғой, оқи ғой. Уақыт жүйесі және таң осыдай бірнеше жұлдыздар жүйесі кіреді. Ғалымдар құс жолын құс айналарында жақсы көрінетіндігін Айдос айтқан. Айдос айтқан, жақсы. Айдос айтқан, не болмаса, деді Айдос, иә? Айдос айтқанда аяқтайға болады екен. Жақсы, екінші сөйлемді кім оқиды? Екінші сіздерді Құран тобынан. Ал, Мирас оқи ғой, шал. Екінші сөйлемді қалай сен түрлендірдің? Тез, Мирас. Балыстар оқи ғой. Ғалымдар құс жолы күнде көрінеді. Күнде жақсы көрінеді. Деді Айдос. Жоқ, бұл жерде балалар қараңдар, ғалымдар құс жолы күз айларында жақсы көрінетіндігін айтқан дейді. Сіздерде қайсысы? Осы ғой. Көрінетіндігін айтқан дейді. Бұл бізде қандай сөйлем? Төл сөз бе, төлеу сөз бе? Төлеу сөз, иә? Төлеу сөйлем. Жақсы. Енді қараңдар. Ғалымдар қалайдан түрлендірсе болады?
төл сөз автор сөзінің алдына қойылған. Құс жылы күз айларына жақсы көрінеді дейді ғалымдар. Иә, осылайынан өзгертсек болады. Яғни автор сөзін соңында келтіру керек балалар. Иә, соны жеп қоя қойыңыз. Иә, мен бір сөйлем шығарып жүрмін. Сен солай ойладың. Жақсы енді. Бағалай қойып, иә? Жақсы, келесі Арына, сіздердің тапсырмаларыңыз. Сағат осылай деді: айлы түнде бұлтсыз аспанда солтүстіктен оңтүстікке қарай созылып жатқан ақ жолақ көрді. Жолақ көрді, иә? Келесі сөйлем сіздерде кім оқиды? Шыңдай, Алмадияр. Ол бір сөзінде құс жолы деп аталатындығын айтқан. Айтқан еді. Сен қалай түрледің? Қалай түрледің? Мен солай жаздым. Түрлендірген жоқсың ба? Оны толық керек қой. Иә, екінші сөйлемді түрлендіру керек болған. Екінші сөйлемді кім түрлендірді? Ал, Илья Зотылыш, қалай жаздың? Содан кейін ол бір сөзінде құс жолы деп аталатындығын айтқан. Жақсы. Ол бір сөзінде, иә? Қандай сөз белгісін қойдың? Қос нүкте, иә? Дауыстарын шығарыңдар балалар, шығарып айта беріңдер. Келесі, үшінші топ. Сіздерде тез оқи қойып. Айдос жыл құстары көктемде келгенде және күзде жылы өлкеге қайтқанда осы жолдың бағытымен ұшады екен деді. Зерттеушілер галактика сөзі ежелгі мысырлық қала сүт деген сөзден шықты деді. Жақсы. Ал зерттеушілер деген қандай тыныс белгілері қойды? Бар ма тыныс белгілері? Қос нүкте. Зерттеушілер сондай ой айтқандары айтылды, иә? Жақсы балалар. Келесі тапсырма балалар. Ekranda nazar аударайық. Тағы да көтеріп жауап бере қойып, иә? Тез дейді. Қане, тез төл сөзге байланысты тіріспелігі дұрыс қойған сөйлемді анықтаңыз. Айша келе қой, тез келе қой. Жақсы, келесі сұрақ. Төл сөздің дұрыс анықтамасын көрсетіңіз. Келе қойыңыз. Әр жауапқа бір балдан жақсы ма? Топтастар қойып отырайық. Кім жауап береді? Соған жақсы. Келесі. Келе қоймагер. Дұрыс қойған сөйлем. Тыныс белгісі дұрыс қойған. Асықпа оқып ал. Екен, міне, яғни мұғалім балалар бақылау жұмысын жақсы дейді. Жақсы келе қойады. Тез жауап берейік балалар. Төлеу сөз бар сөйлемді анықтаңыз. Төлеу сөз. Туралы айтты. Жақсы. Келесі сөйлем. Сөйлеуші басқа біреудің сөзін өзгертіп, жалпы мазмұнын ғана беретін анықтаңыз. Келесі Алина келе қой. Тез Алина тез кетейік. Жақсы, келесі. Тыныс белгілері дұрыс қойған сөйлемді анықтаңыз. Мирас. Қай жерде тыныс белгісі дұрыс қойылған? Бол, Мирас, тезекей. Қайсысында? Бол, Мирас. Жақсы, келесі сұрақ. Тыныс белгілері дұрыс қойған сөйлемді анықтаңыз. Тағы да бір тапсырма сондай. Кел, Айзере. Кәне, қайсысы? Ана маңдайынан сипап, ұлым орныңды арайды жасынан сақта.
Жақсы. Келесі. Тоғызыншы төлеу сөзін анықтаңыз. Келе қоялы. Төлеу сөз. Не ғой? Келесі соңғы сұрақ. Аларының келе ғой. Төл сөздің төлеу сөзге дұрыс айналған тәсілі дейді. Төл сөздің жақсы салмау өтеге бағасы келетіндігін айтты. Жарайсыңдар балалар, иә? Өздеріңізге бір сақала бір қойы, иә? Жарайсыңдар? Қылдың балалар? Ал? Ал. Балалар, сонымен біз сабағымызды аяқтаймыз. Осыған байланысты қазір сендер балалар, біз топқа бөлдік қой жаңа. Сол топқа бөлу. Мысалы, күн сәулесі, қыран, көк аспан деп бөлдік. Оларды не байланыстыру мүмкін балалар? Айтамыздар? Қандай туы, дұрыс айтасыңдар, иә? Міне, біздің көк туымыз, осы көк аспанымызда жүрген көк туымыз бізді байланыстырып отырған бұл сабақта. Сендер білесіңдер, иә? Көк туымыздың бейнесінде біздің көк аспанымыз, күн және де қыран бейнесі. Және де осы көк туымыз сендер барды әрқашанда биікте желбірейді деген ойдамыз, иә? Жақсы балалар, онда бүгінгі сабаққа үй тапсырмасын жазып алайық. Үй тапсырмасы 5-ші тапсырма 42-ші бет келесі сабақта. Аяқтарыңызды жақсы. Балалар бүгінгі сабаққа байланысты өздерінің кері байланыс жасаймыз. Келіңіздер, бір-біріне шығып, келемін. Шеше топ, келіңдер. Өздерінің үстерінен басасыздар. Сыныпта болсын, сыныпта сұрақтар болсын. Басатын жақсыда келесіз. Екінші топ, ұстау қойын. Сұрағым бар болсын, жақсы отыра қойын. Жазыңыз басайыз. Жақсы, келесі бірінші топ тез-тез шығып, өзіміздің жауабымызды неге қояйық, иә? Астынан басасың, астындағы жазуға басасың. Жақсы. Жақсы, тағы басылды еді. Жақсы. Балалар, мен ойлаймын, сабақ сендерге ұнады. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Сау болыңыз.